Қайырлы таң, қонақ күтеміз деп 2 күн дайындалып едік. Сол 2 күн міне жетіп келді. Таңертең ерте тұрып шай-пайымызды жақсылап ішіп алайық, сосын жұмысқа кірісейік деп завтрак жасауға дайындалып кеттім. Шай ішіп болған кейін барлығын жұмысқа жіберіп жібердім. Қандай қонақ, неге дегендерге айтқым келіп тұр. Біз үйде соғым басын беріп жатыр едік. Өзіміз кешке тойға барамыз, еще үйге кешке қонақтар шақырып жатырмыз. Ата-енеммен бірге тұрамыз. Бүгін ата-енемнің достары келетін еді. Барлығы жұмысқа кеткен кейін мен бір жасқа толмаған баламмен жұмысты бастап кеттім. Әйтеуір баламды ходновқа салып қойдым. Сенің маған көмектескенің осы болсын, осында жүре тұршы деп салаттың ыдыстарын турап, қалған ыдыстардың барлығын жуып шайып орнына қойып алдым. Шалар жақсы түсінеді деген ойдамын. Баламен жұмыс жасау өте қиын. Таңертең мама бауырсақты елеп кеткен еді. Түсте келіп өзім пісіріп аламын деп соны әйтеуір бөліп қойдым. Сонымен түскі сорпа жасап қойған едім. Үйдегілердің барлығына қайнатпа сорпаларын, етін, картошка, сәбіз бәрін салып алдыларына беріп қарындарын тойғызып қойдым. Барлығы жұмысына кетті. Тағы да өзім жалғыз баламен қалдым. Үйде свет өшіп қалған, далада боран, жел соғып жатыр. Бір жұмысты бастайын десең бала жылап тұрады. Сонымен айналысып кетесің. Свет біресе өшеді, біресе қосылады. Су деген түбімен жоқ. Әйтеуір бір кезде қайынсіңлім мектептен келіп қалды. Баланы соған беріп қойып өзім салаттар жасауға кірісіп кеттім. Енемдер жұмыстан кешке келеді, қонақтар да кешке келетін болған еді. Тез жұмыстардың барлығын дайындап қояйын. Сол кезде тойға өзім асықпай дайындала беремін деп асығып жүгіріп жүрмін. Мамалар келгенше барлығын дайындап, реттеп, қамырлардың бәрін жайып қойдым. 3 жайым нан жайдым. Асығып жүгіріп жүрмін. Шынымды айтсам, қызым садиктен келді, оған шай тамағын беріп қойдым. Мына жерде свет өшіп қалған, свет өшсе су да жоқ. Жуынайын десем су жоқ. Сонымен әйтеуір бір кезде свет келіп, су келіп, жуынып, шайынып, дайындалып тұрдым. Күйеуім жұмыстан келіп, бірге тойға шығып кеттік. Бұл кезде телефон қарауға уақытым болмай қалды. Қонақтарымыз да келді. Мамам достарын өздері күте береміз, сендер кете беріңдер деп айтты. Әйтеуір бір кезде тойға жетіп келдік. Бұл жерде күйеуімнің коллективі, күйеуім военный болып жұмыс жасайды, сол үшін көбі ер адамдар. Күйеуіммен бір жерге барған рахат, баланы соған беріп қоясың, өзің рахаттанып демалып отырасың. Мына жерде менің балам күйеуімнің досына жабысып алыпты, өзінің әкесіне бармай қашып жүр. Тойдан ұялмай сарқыттың бәрін жинап алған. Күйеуім айтқан еді, ертең маған наряд тамақ салып алшы, үйден тамақ алып жүрмеймін ғой, сенің қолыңды босамайды маған тамақ жасап беруге деген. Сол сөздерден кейін ұялмай қызармай барлығын тамақты салып ала салдым. Үйге түнде 12-де келіп барлығымыз жаттық. Бүгін суыты. Мына 2 балапанның ұрыс қырылысымен таң атады. Қызым кішкентай балама күн бермейді, шынымды айта берсем ұра береді. Өткенде морозильникте пиццаларды қатырып қойып едім. Сол пиццаларды алып шығып барлығын пісіріп, реттеп, столын жасап қойдым. Шынымды айтсам, күндіз телефон ұстауға уақытым болмады. Мына стол дайын болғаннан кейін түсіріп ала салдым. Бұл дәл қазір түсірілген видео, дәл қазір монтаждап отырмын. Үйге қонақтар келіп жатыр, мен видео монтаждап